Қазақстан Республикасының халқынан Абай атындағы нөмір 1 орта мектеп гимназиясында қалжың ретінде түсірілген және әлеуметтік желіге таралып кеткен видеоға байланысты барлық халықтан және баланың ата-анасынан кешірім сұраймыз. Істелген әрекеттеріңіз үшін баладан және ата-анадан кешірім сұраймыз. Бұндай іс-әрекеттер үшін кешірім сұрап, біз қатемізді түсініп, және шын жүректен бұндай іс-әрекеттерді істемеуге уәде етеміз. Балаларымыздың білмей жасаған қателіктерін біз түсініп жеттік. Полиция басқармасымен, білім басқармасынан қатаң жаза алдық. Ендігі жерде балаларымызды қатаң қадағалап, әрқандай жағынан қадағалап отырамыз. Осындай келеңсіздік болмауын сөз береміз. Балаларымыз қатаң қадағалауға алынды. Енді өзіміз де серт береміз. Қатаң қадағалап, әр ісіне жауап береміз баламыздың. Бүткіл халықтан кешірім сұраймыз. Енді бұндай қайталанбайды. Балаларымызды қолға алып қараймыз. Балаларымыз енді сондай бір жаман балалар емес. Білмей істеп отыр. Осының бәрін білместік болып отыр балалардың арасында. Ойыннан от шығып отыр, былайша қарағанда. Барлық халықтан кешірім сұраймыз.